Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің төрімізге кезекті мейманымыз келіп жетті. Бүгін біз вокал саласының үздігі, Сочи қаласында өткен «Салют талантов» байқауының жеңімпазы Әмір Қожатаевтың өнерін тамашалаймыз. Ендеше Әмірді қарсы алайық. Әмір, қош келдің. Әмір, қош келдің. Көңіл-күйің қалай, жақсы ма? Сәлем, жеңісің құтты болсын. Жеңісің құтты болсын. Гитарамен келіп отыр екенсің. Мен де жақсы көрем гитараны. Ал Әмір, танысайық. 11-ші сыныптың оқушысың, болашақ. Қай мектепте оқисың? Қазір сабақ жүріп жатқан шығар. Сен сұранып кеттің бе? Мен сұрағанда мектептегі мұғалімдер мен қолдау осы жерге жіберіп отыр. Өздері? 125-ші мектепте оқимын. Қалай? Мұғалімдер мақтанышпен біздің оқушымыз осындай жетістікке жетті деп мақтанышпен шығар. Мен өнерімді қолдап осы жаққа жіберіп отыр. Бәрекелді. Болашақ мамандығың қандай? Мен физмат бағытында оқып жатырмын қазір. Математикада мұғалім болғым келеді. Себебі Қазақстанда сапалы мұғалімдер жоқ деп айтуға да болады. Керемет. Сол үшін сапалы мұғалімдер қатарына кіргім келеді. Тамаша. Ал осы салада кумирің кім? Өлеңдер ма? Иә. Жалпы негізі математика саласын айтып отырмын. Математика саласынан белгілі бір кумирім жоқ. Өзім интереспен оқып жатырмын. Бәрекелді. Менің ойымша, осындай математика ағайлары бар оқушылар міндетті түрде математика пәнінен 5-ке оқиды. Себебі өзі өнерлі, өзі 8 қырлы, бір сырлы, және өз мамандығын жақсы көретіні, математикаға деген ынтасы жоғары екені көзінен көрініп тұр. Бір махаббатпен айтып отыр. Қуаныштымыз. Енді жаңағы біз Сочи қаласында өткен «Салют талантов» байқауында жеңіске жетті деп жатырмыз. Сол байқау туралы айтып берші. 2017 жыл болды ол. Ол кезде кішкентаймын ғой енді ше. Сол мектептен тыс мен музыкальный школа бар жүргем. Сол жақта мен ұстазым Ирина Георгиевна айтты да, Сочиға ұшамыз, дайындалыңдар деді. Сол кезде біз ән дайындап, Сочиға ұшып бардық. Сол отельде жатып, конкурсқа барғаннан кейін әнімізді айтып шықтық та, и соңында белгілі болды да, кім қандай орнаған. Сол біз Тараз қаласына жеңіспен қайттық, жеңіспен оралдық. Бәрекелді. Ал қазір бір қандай да байқауларға қатысатын ой бар ма басқа? Қазір жоқ, мен қазір сабаққа беріліп кеттім. 11-ші сынып болғандықтан. 11-ші сынып, ұбт-ға дайындық керек. Дегенмен гитараны серік етіп жүрсің ғой, арасында қолың боста міндетті түрде ән шырқайсың, Иә. Жақсы, ендеше біздің көрермендеріміздің көңілін бір серпілтіп қояйық. Гитараңды ала келген екенсің, ендеше сенен қонаққа де сұраймыз. Қандай ән? Ана туралы жыр. Ана туралы. Бәрекелді. Білсеңіздер, қосылып отырсаңыздар болады. Жақсы, міндетті түрде қосыламыз. Иә. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, далалы құштарым өзіңе арналған, әлделеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілді көктемде көзіңнен танимын, әлделеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ құшағың мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде өзіңнен танимын. Барлық аналарға осы әнді арнаймыз шын жүректен. Мама, мен сізді жақсы көремін. Мен де анамды жақсы көремін. Менің ойымша бізді тамашалап отырған барша көрермен қазір көзіне жас алып тыңдаған шығар осынау бір лирикалық келбетті әнді. Қосылып бізге. Сол үшін біз қонағымызға алғыс айтамыз. Әмір, рахмет. Ең басты адамның жанашыры да, ең басты жанкүйері де, қандай да бір бастамасының қолдаушысы да әрине анасы ғой. Өз анаң туралы айтып берші. Мен анам
ең сұлу деп айта аламын. Себебі оны кішкентай кезімнен бастап өсіріп, осы өнерге талпынысын қосып. Егер анам мені осы өнерге әкелмегенде ше, мен гитарада тартамайтын едім, ән де айтамайтын едім. Анама рахмет айтамын. Анаңның өнерге қатысы бар ма? Ау? Анаңның өнерге қатысы бар ма? Жалпы отбасыңда өнерлі адамдар бар ма? Отбасымда өнерлі адам жоқ. Мен өзім. Сен өзің, е? Ары қарай өзінің жеке әніңді шығару ойда бар ма, жалпы? Жеке шығару әнім ойда жоқ. Мен қазір айтқанымдай ше, сабаққа көп көңіл бөлем. Болашақта? Болашақта, я, негізі бар. Жақсы. Енді 11-ші сынып болғандықтан әрине алда үлкен белес, ұлттық бірыңғай тест, одан кейін жоғары оқу орнына түсу. Қай жоғары оқу орнына түсуді армандап қалап отырсың? СДУ. СДУ-ға түскің келеді. Дайындығың қалай? Дайындығым жақсы. Осы 125-те күшті мұғалімдер бар. Солар жақсы дайындайды да оқушыларды. Солардың арқасында көптеген оқушылар өз гранттарына жетіп, жоғары оқу маман орнына түсіп жатыр. Менің ойымша, СДУ-дің жолы болады, егер әмір түсіп кетсе. Себебі бір жағы жақсы оқитын үздік студент болады, сонымен қатар қоғамдық шараларға да белсене қатысып, ән шырқап, айналасының гүлі болады сияқты. Ал әмір, қай жанрдағы ән ұнайды өзің тыңдайтын күнделікті? Мен әннен кумирім Мирас Жүгінісов, соның әндері ұнайды. Оның бәрі керемет, Мирастың әндері махаббаттық әндер ғой. Керемет. Жастардың кумирі көп Жүгінісовті жақсы көріп жатады, Мирасты. Соңғы кездері өте керемет әндер шығып жатыр. Ал бір әнің білесің бе Мирастың? Әрине білет. Меніңше бірге шырқасақ қалай болады? Бірге шырқасақ? Мирастың бір әнін, мүмкін бір куплетін айтып жерсек. Куплетін ба? Әндетемін сені. Оны былай айта керек та жай. Жақсы. Акапелламен айтайық. Басынан бастаймыз ба? Басынан бастаймыз ба? Мейлі, басынан бастайық. Көрермендер де қосылып отырсаңыздар болады, ұйқыларыңызды ашып. Көрермен қосылыңыздар. Мирас Жүгіністің әндерін меніңше көрерменнің біразы білетін сияқты, жақсы. Ал кеттік. Әдетте бәрі тәтті бәрі басында, уақыт өте кете буы қалады басыла. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай, себебі сиқыр көпір бар арада расында. Түсініп ал, сезініп ал, менімен болады өмірің бал, қабылдап ал, ұғынып ал, бұл жолы айтқаным келеді дәл, себебі екеумізге не керегін білемін. Сондықтан алыстамай жанымда қал, жаным ау, сен уайымдама, түсінетін мен ғана, ал мені тек сен ғана, тек сен алаңдама, сенші маған, келші маған. Әндетемін сені сағынғанда, теңетемін аппаға. Тоқтай алмай қалдым мен. Кешіріңдер, өлең айтсам тоқтай алмай қалам. Меніңше әмірмен менің әріптесіме міндетті түрде ерге екеуіне дуэт жазу керек. Және менің... Бәрі мүмкін. Менің соншалықты жас емес екенін білініп қалды, сендерге қосыла алмай қалдым, жақсы. Құрметті көрермен, әрине бәрі әзіл, бәрі күлкі. Әмір біздің көңілімізді көтерді. Біріншіден әнімен, екіншіден өмірге деген құлшынысымен, өзінің болашақ мамандығына деген махаббатымен. Осындай жастар, мен жастарға сенемін деген сөзге лайық, осындай жанып тұрған жастарымыз көп болсын деген тілек біздегі. Енді Әмір, өзің таңды бүгін бізбен қарсы алып отырсың. Барша қазақстандықтарға қандай да бір айтар тілегің, ниетің бар ма? Біріншіден, барыңызға қайырлы таң. Алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аспандарыңыз ашық, жолдарыңыз таза болсын. Әмин. Айтқаның келсін. Әмір, жалпы таңертең ерте тұрасың ба күнде? Иә. Нешеде тұрасың? Таңғы 6-да. 6-да. Сабақ? 7? Сабақ 9-да басталады. 9-да басталады ма? Керемет, бізде 7-де басталады. Жақсы, ендеше сенің де әр таңың жақсылықтарға, қуаныштарға толы болсын. Алдағы үлкен сынақтан мүдірмей өтіп, студент Әмір болып біздің студиямызға қайтып кел. Жақсы, сәттілік тілейміз. Өнерде де, өмірде де бақыт тілейміз. Жолың ашық болсын. Құрметті көрермен, біздің студиямызда қонақта болған естеріңізге сала кетейік. Алматы қаласы нөмірі 125-ші мектептің оқушысы Әмір Қожатаев. Біз Әмірге алғыс айта отырып, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.